Бауырыма қатты ренжідім дейді. Алтыным, жер бетінде бауыр деген қайтып келмейтін дүние алтыным. Бұл бауыры бір атадан туы бар, бірақ енді адам көңіліңізден шықпай қалуы мүмкін, басқа қалуы мүмкін. Бауырдың көңілін жығарсың, басқаға қарай сырарсың. Бір күні ажалы жетіп, қабірі қайтыс болғанда қабірін қазып жыларсың алтыным. Сондықтан бауырлар, мына Құран оқытып ас береді ғой, мен осыны жиі айтып жүрмін. Әр қазақтың жүрегіне осы сөзім жетсе екен деймін. Құран оқытуменен бәйге қылып, ас берумен таласып жүрген әр қазаққа айтарым бар. Бұл әр қазаққа айтарым қайырлуым мынау еді. Сіздердің ас беріп, мал союдан мал сою, аста төк дастархан бергендеріңізден де жоғары тұратын нәрсе ол бауырмашылық, ағайындық, бір-біріңізге дүние санамау, мен оқыттым деп міндет қылмау, оқытпағанда төмен көрмеу, әкеге мен жақынырақ едім деп мақтанбау, шешелеріңіз бар болып, әкелеріңізге Құран оқытсаңыз дүниеден өтіп кеткен, аналарыңыздың көңілін қалдырмау, одан кейін әкелеріңізге оқытып, аналарыңыздың ақжаулығына көңіл бөлмеу. Міне осы нәрселерге қаттырақ қараңыздар. Әкеңіздің аруағы анаңыздың ақ орамалында болады. Анаңыз өтіп кетсе, әкеңіздің таза шұлығында болады, ақ көңілінде болады, соның ниетінде болады, бауырыңның көңілін тоқтығында болады алтыным. Мен Құран оқыттым да, мен ас бердім, маған ешқайсың жеткен жоқсың, бәрі мен үшін келді, мен сұмдықта мен сұмдық, ресторанды бәрі мен алдым, сен неғып оқытпайсың деп оны әйелімен жек көріп, осындайды қоюымыз керек. Бауырмашылықтан артық қазақтың ұлағатында дүние болмайды. Дініміздің де талап еткені сол. Бауырмашылық, ағайындық, қызды қыздай құрметтеу, бауырды бауырдай сыйлау, ұлды ұлдай құрметтеу, жездесін жезде деп ардақтау, күйеу бала деп оны төмен түсірмеу, келін деп оны төмен баспау. Келінді кейбір жерде дұшпан көретіндер бар. Үйге кірген кезде Құран оқытып, бауырлар өздері кіріп алып, келіндері шығарып жіберіп, сендер артырыңдар, біздің әулетке кірген келімсектер сияқты. Оларды көру нағыз надандық болады. Құраулай Құран оқытқанның өте дұрыс нәрсе емес алтыным. Сондықтан одан кейін тек қана өзің сияқты бай болсаң байларды ғана шақырып, өзіңнен төмендерді менсінбей, өзіңнен жоғарғыларға жүгіргенді қоюымыз керек. Осы маңызды дүние, ұлтымызға керек дүниенің біреуі ағайындық, бауырмашылық. Осы нәрсе барлық астан, барлық Құраннан жоғары тұратын екен. Ұмытпағайсыздар. Таласып рестораннан ресторан, қымбат рестораннан қымбат ресторан алғаннан аруағың риза болмайды. Мыңдаған адам шақырғаннан аруақ риза болмайды. Аруақтың ризалығы, тағы да айтам, бірлікте, ынтымақта, түтіннің түзу шығуында болады. Осыны ұмытпағайсыздар. Құпта намаздың алдында бекітілмеген 4 рекағат сүннет бар. Сол 4 рекағат сүннеттің орнына 2 рекағат сүннет оқуға бола ма? Жоқ, болмайды. Өзі бар нәрсені бардай оқу керек. Өзіңіз айтып тұрсыз, бекітілмеген деген нәрсе сүннет дегенді кім кіргізеді? Мен кіргізем бе, сен кіргізесің бе, ел кіргізе ме? Сүннет дегенді Алланың елшісі кіргізеді. Алланың елшісі пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кейде істеп, кейде істемеген нәрсесі мұстахаб болады. Яғни бекітілмеген сүннет болады. Оны енді сүннет деп жазып жібереді, негізі сүннет емес ол, мұстахаб. Яғни істесең сауап, істемесең ештеңе жоқ. Енді қарап мұрның шұқып телефон оқып отырғанша оқығаныңыз жақсы. Мысалы, кейбір адамдар болады, телефон шұқып отырады тарбиып. Сол телефон шұқып отырғанша одан гөрі бекітілмеген сүннетті оқу керек. Бірақ Ханафи мазхабының ережесінде бекітілмеген сүннетті оқыған шақта ғайры муаккада намазын оқыған кезде 4 рекағаттың аттахиятына отырған кезде аттахият, салауат бәрін бірақ оқисыз. Дұғасына дейін оқисыз да тек қана сәлем берместен көтеріліп, қайттан сәна деп айтылатын Субханак Аллахума бихамдик соны оқып барып, содан кейін ағузу бисмилладан қайта түсесіз. Міне ережесі осындай болады. Сондықтан осыған қарауыңыз керек. Бар адам маған өте көп ақша қарыз еді, бірақ қайтармай жүргенде көп болды. Не істесем болады? Полицияға бару керек. Бала іштен кезде неке оқылса, ол бала некеден туылған бола ма дейді. Жоқ.
бала іште біткен сәтіне басталады. Яғни ол екеуі зинадан бітті ғой ішке бала. Ол зина болады. Бірақ енді оны зинадан туылдың сен енді кішкене бір түрлі андай нервный бір түрлі жаман баласың деп айтпайды, баланың бетіне басылмайды. Бұл іске ата-анасы жауап береді. Бірінші қаза намаз оқылама, уақыты кірген намаз оқылама дейді. Бұл сахибу тәртип деген ереже бар. Егер адамның өмірінде, жап-жас бала, өмірінде бір қазасы жоқ, әулие ұшуға жақын болып тұр, ұшып кетейін десе, мотордың объемы жетпей жатыр жасы. Сонда бұл кезде бұл адам вообще қазасы жоқ, туылғанда намаз оқыған, садиктен намаз оқыған адам өмірінде қаза жібермесе, соның бір күндік қазасына сахибу тәртип деп айтылады. Тәртіп иесі дейді. Бұндай адам бірінші қазан оқиды, одан кейін барып кірген уақыт оқиды. Қалған адам туылғанда намаз оқымағасын, қазан вагон болады. Сол қазалардың барлығы тұрған кезде бірінші кірген намазды оқисың, яғни жалпы әуем халыққа айтсатын болсақ, бірінші қаза намазды оқиды, содан кейін барып кірген намазды оқиды. Ассаламу алейкум, Алқа радиосы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Нұрлан аға, сізге бір сұрағым бар еді. Алейкум салам, айтыңыз. Біз әйеліммен ЗАГСтен өттік та, сосын бірақ мұсылман некеден өтпедік. Енді адамдар айтады, сендердің балаларыңыз арам болып есепталады дейді. Мен соған түсінбедім да мен. Енді бұлай, ЗАГСқа қалай бардыңыздар? ЗАГСтан некеден заң түрде өттік. Жоқ, қалай? Өкімет. Қалай болды сол? Кәдімгі тойдағы ұзын көйлек киіп, куәлер бәрі солай болды ма? Иә, болды. Куәлер болды, ел көрді, бәрі солай болды ғой? Онда Құдай бұйырса некелеріңіз бар деп есептейік, бірақ қосымша молданы шақырып, үйге бір тамақ беріп, молданың қарын тойғызып қой, емесе мешітке барып неке қиып алыңдар, жақсы болады қосымша. Бірақ негізі некенің шарттарының ішіндегі негізгі шарттар сол ЗАГСтан жаңа сұрап атқаным бар ғой. Түгел бардыңыздар ма, тойдағыдай кәдімгі бәленбай адам куә болып, бәленбай адам тұрып сол жерде, сіздер сол жерде ижаб қабул деп айтылады. Қайсыңыз бірінші айтсаңыз сол ижаб болады, мейлі еркек, мейлі әйел, қайсысы екінші айтса ол қабыл дейді. Яғни алдым бердім, сен өзіңді арнадың ба маған, сен маған тиюге ризасың ба, мен сені алуға ризамын деген сол бір-біріңізге согласны ли вы выйти замуж, осы бәленшенің әйелі болуға ризасың ба деп жаңа ЗАГСтағы шашы бұйра келіншек сұраса, иә деп ол айтып, сол жерде сен иә мен бұны алам деп алған болсаң, онда некелеріңіз бар деп есептелінеді. Енді оны зинадан деп есеп жаңағы көшедегі жүрістен деп айтқан болмайды. Солай болған күннің өзінде де оны балаға оны айтылмайды. Ал енді тәубе ету керек болады. Барып ана қосымша мешітке барып неке қидырып алыңыздар, жаным. Сол жақсырақ болады. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Рахматуллахи ва баракату. Бір видео жүр, өлген соң қабірді айғайлап жылайсың, қатты қорқасың деп, соны оқып қатты қорқып жүрмін дейді. Алла, енді қорқсаңыз да, қорқпасаңыз да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде де, Құранда да келеді ғой, қабір ақиқат, одан қорыққаннан ойбай өлмей қалам деген сөз емес, ажал ақиқат, бұл өмірден қонақ екеніміз ақиқат, өтер жас па кәрі ме, бұл өмірден шығатынымыз ақиқат. Сондықтан біреудің күнәсін алмай, біреуге қиянат жасамай, өмір сүру қаншалық маңызды, Алланың бұйырған әмірін орындау соншалықты маңызды. Намаздарыңызды қаза қылмай, соған тұрып, алтыным Алла риза болатын өмірге келіңіз. Сол қорыққаныңыздың өзі Құдайдың сізге жақсылығы деп түсініңіз. Неге? Өйткені қорықпай, еш нәрседен қорықпасаңыз қиын болады. Қазақ айтады, Құдайдан қорықпағаннан қорқ дейді. Аға, Астанадасыз ба, баламыздың тұсауын кестірсек деп едік дейді. Жақсы алтыным, кесіп берем, бірақ мен жиі айтып жүрген өзім сөзім бар. Мен бір әзер жүрген адаммын, алтыным. Сен ең жақсы тұсауды кесетін тұсаудың авторы бар. Тұсаудың авторы кесетін адамы ол үйдегі әкесі, алтыным. Сол дүниеге келтірген әкесінен артық сол балаға қамқорлық көрсететін жер бетіне еркек жоқ. Кім болса, қандай ұстаз болмақ түгіл, қандай әнші болмақ, звезда болмақ түгіл, кім болса да. Балаға ең қамқоршы жер бетінде әке.
Сондықтан әке мен сені Меккеге апарам, әке туралы жырлар, ана атаның құрметі ол бекер жырланбайды, бекер айтылмайды алтыным. Сондықтан сол балаға әкесіне кестіріңіздер. Сен жауаптысың, сен аманаттасың осыған. Сенен сұралады Құдайдың алдында. Десеңіз, анау жаттамаған қағазға бет жазып бер, қарап Аллаху акбар деп айтсын. Бар даусымен айтсын, қаттырақ шыңғырып, айғайлап айтып, баланың көзі атып кетіп жүрмесін екі көзі. Жай ғана қоңыр дауыспен Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар деп айтып қойсын. Соны өз бала сол әкесі дұға жаттасын. Қандай дұға береді баласына? Бұл маңызды. Ассалаумағалейкум, Алқа радиосы. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Аға, сізге бір сұрақ қойыншы деп. Айтыңыз. Бір екі балам бар еді, 30-ға келді, екеуінің аты бір жақта. Соны ендіре алмай жатырмын, не істесем болар екен. Қаншаға келді? 30-ға келді, 29-ға келді. Үйленбейміз дей ме, не дейді? Үндемейді аға. Айтқанда сөйлеспейді, айтқан көрсеткен қызға бармайды. Енді бұлай қойған. Үйленбеймін деген үндемейтін баланы зорлаудың керегі жоқ аға. Қазір сіздер қаттыраққа басып үйлен дейсіздер. Ол әйтеуір осылардың аузын жабайын үйдегі екеуінің деп барып біреуді алып келіп, міне енді үйлендірдім деп әйтеуір ол қыздың көңілін тауып бір нәрсе қылып үйленеді. Содан кейін ол қызы көңілдек болмайды, болса да бір қарап бір қарамайды, көше қаңғып қыдырып жұмыс істеп немесе әйтеуір жүре береді. Келін бір ай шыдайды, екі ай шыдайды. Содан кейін дау-дамай шығып, ең соңында ол кетем деп басып, ол бала көтереді ортада. Содан кейін баланың тағдыры бұзылып, бір емес бірнеше адамның обалына қалуға себепкер болып қаласы ағасы. Сондықтан оған үйленем деген өзінде отбасы құру, жан ұялы болу, соны асырау, соған қамқоршы болу, сүюге деген қамқоршылық пайда болмаған баланы айтып көру керек. Үйлен, енді үндемесе оны зорлап, ал деп неше түрлі қыздарды апарып, оны еркек емессің ба деп мазақтап, оны қорлаудың ағасы қажеті жоқ. Құдайдан сұраңыз, Құдай өздеріне қайырлы жұп нәсіп етсін. Бір бұйырғаны бар шығар. Сондықтан не сатып жатырсыз дейді. Айналайын, Алланың айтқанымыз ғой. Некесіз туған баланы қалай тағдыры не болмақ, тазарту керек па дейді. Жоқ. Некесіз туылған баланың тазаруы тәрбиесі. Некесіз туылған баланың тазалануы, оны қоғамға бейімделуі, ұлтқа пайдалы болуы ең үлкен дүние. Ал енді ағайындар, біздің биылғы жылдың 26 жылдың ең соңғы эфирі осы болды. Алла разы болсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Артық кеміміз болса Алла өзі кешірсін. Ұлтымыз аман болсын. Ел қамында жүрген азаматтар аман болсын. Жасап жатқан еңбектеріңіз еселенсін. Қарыздары көп адам қарыздан құтылсын. Жүректеріңізге Алла пайғамбарға деген махаббат салсын. Асхабына деген махаббат салсын. Құдайды шынайы жақсы көрудің махаббатын салсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Үйленбегендер үйленсін. Тағдыры қиналып жүргендер, сол тағдырдың тәлкегінде жүргендер осы нәрседен құтылудың жолын асан жеңіл қылсын. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Алла разы болсын. Әр қайсыларыңыздың орындарыңыз ерекше. Әр қазақ жалғызым, әр қазақ менің басымдағы тәжім. Сондықтан баршамыз Құдайдың ризалығына жетіп, ұлтымыздың тілін, ділін, руханиятын бекемдетуге салған үлестеріңіз еселенсін. Ұрпақтарыңызды иманды халін, жақсы берекелді халін көруге Алла баршаларыңызға нәсіп етсін, ардақтылар. Тағы да айтам, бір адам жалғыз ағаш үй болмайды, жалғыз адам би болмайды. Сондықтан біз жалғыз емеспіз. Елімізде жақсы ұстаздар бар, ғалымдар бар. Барлығын тыңдаңыздар. Бірінің сөзін біріне жеткізіп, біреуді шұқып, біреуге айтудың қажеті жоқ. Адам бәрі қателеседі. Ол айтқан үшін қателеседі. Айтпай үндемей отыра берсе, ешкім қателеспей еді. Сондықтан бәріміз пендеміз. Осылай түзелеміз. Осылай қатарға тұрамыз. Бұйырса артымыздан жақсы ұрпақтар өсіп келе жатыр. Солар бізді түзетеді. Солар біздің артымызда дұғашы болады. Сондықтан аман болайық. Аман ердің аты шығар, жаман адамның таты шығар дегендей жақсылықта болыңыздар. Құдай сіздерді қолдасын. Жаңа жыл туралы талай айтқанбыз. Бұл біздің дінімізде жоқ, бірақ бұл біздің мемлекетіміз тойлап жатыр. Сондықтан сіздер үйде тойлап шырша қоюдың қажеті жоқ. Егер қойып қойған болсаңыз, алсаңыз алыңыз. Басыңызды жарып шыршамен қоса далаға сен лақтырып жіберетін дау болатын болса, онда тиіспе бәлесінен аулақ. Тыныш отыра беріңіз. Ана елканы машинамен құлатып, өртеп жіберіп, полицияға түсіп кетпеңіздер. Тыныш жүрсең тоғы
жүресің, айналып көп жүресің. Календар ауысып жатыр. Тойласаң да, тойламасаң да 26 жылға ауысасың, ажалың жетпесе. Сондықтан Дед Морозға сенбесеңіздер болды. Дед Мороз деген жоқ, білетін шығарсыздар, ол физкультураның мұғалімі. Сондықтан Дед Мороз деген жоқ, Снегурушка деген жоқ. Негізі жап-жас Снегурушканы еріп жүрген ол да сәл сұрақ бар ол кісіге. Сондықтан аман болыңыздар, сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Бәрін қорытып айтқанда, келесі жылы Құдайым бұйырса осы бағдарламамыз жалғасады. Жақсылықта жүздесейік. Бар болыңыздар, сау болыңыздар. Алла разы болсын. Бір өтініш баршаларыңызға, бізге дұғашы болыңыздар. Сіздердің дұғаларыңызға мұқтажбын.